Саламатсыздар балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 14-ші сабақтың тақырыбы адами асыл қасиеттер. Бірінші тапсырмадағы суретке қарап, өз ойларыңды түсіндіріп айтыңдар. Сен үшін кім және не қымбат? Мысал, ана қымбат, әке қымбат, отан қымбат, елің қымбат деген сияқты. Саған не қиын? Суретте баланың кітапты алып оқуға қиналып отқандығын көріп отырмыз. Мен сол сияқты саған не қиын екен, өз ойларыңды айтып түсіндіріңдер. Қазыбек би шамамен 1692 жылы дүниеге келіп, 1776 жылы дүниеден өтті. Мемлекет басқару ісіне белсене араласқан атақты би. Жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық күресті ұйымдастырушылардың бірі. Ел ішінде оны қаз дауысты Қазбек би атап кеткен. Әстәуке ханның кезінде еліміздің жаңа заңы 7 жарғыны жазуға атсалысқан. Түсініп оқы. Не қымбат? Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұятпенен ар қымбат. Қазбек би. Балалар, Қазбек бидің қымбат деген сөздермен өз ойларындағы тұжырымдаған ойларымен салыстырып көріңдер. Қазбек би отан қымбат, атаң қымбат, анаң қымбат, әкең қымбат, апаң, елің қымбат, ұятпен ар қымбат дейді. Сендер қалай ойлайсыңдар? Өз ойларыңды айтып жеткізіңдер. Қиын. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, тентек болса ол қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Қазыбек би. Дерт деген балалар ауру, науқас дегенді білдіреді. Өлеңде бұл қайталау әдісі қолданылған. Ақын бір нәрсені құбылысты бірнеше рет қайталап, сөздің әсерін күшейте түскен. Үшінші тапсырмада балалар шешеннің тентек болса ұлың қиын деген сөзін қалай түсінесің дейді. Тентек болса ұлың қиын деген сөз ақылсыз, бұзық, айтқанды тыңдамайтын, тәртіпке бағынбайтын ұлды айтамыз. Ондай бала болса ата-анасына қиын болады. Әйтеке би. Әйтеке би шамамен 1644 жылдары дүниеге келіп, 1700 жылдары дүниеден өткен. Қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан атақты үш бидің бірі. Қазақ елінің бірлікте, тату өмір сүруінің қамын ойлаған қамқоршы, кеңесші би болған. Әйтеке бидің кесенесі Ташкенттен 75 шақырым жердегі Қауыншы және Шыназ ауылдарының маңында жерленген. Түсініп оқы. Әйтеке шешен. Артында аталы сөз қалған, есімі ел жадында сақталған шешендердің бірі Әйтеке. Ол кезінде ел басқарған, қоғам қайраткері де болған. Бір аңызда ауылына келіп отырған Төле би мен Қазыбек Әйтекеден жігіттің жақсысы қандай болады деп сұрапты. Дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген дейді Әйтеке. Жер дауына байланысты Орманбет биге айтқан бір сөзінде Әйтеке: бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң жауға найзаң тисін. Бай болып елге пайдаң тимесе, батыр боп жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйің күйсін деген екен. Орманбет би бұл орта жүздің биі. Енді балалар 6-шы тапсырмаға қараймыз. Шешеннің пікірін оқып, топтастыру сызбасын құрыңдар дейді. Жақсы жігіт. Жақсы жігіт деп қандай жігітті айтамыз? Сабырлы, батыр, өзі сөзге тоқтай білетін, басқаны сөзіне тоқтата білетін жігітті айтамыз. Және де өздерің қалай ойлайсыңдар? Жақсы жігіт қандай болу керек? 7-ші тапсырмада Асан нақыл сөздерді жатқа жазды дейді. Оны оқыған жанар қандай түзету жасар еді?
Асанның жазғаны: жақсылардың үлгісі жанып тұрған балдай, шешендердің сөздері ағып тұрған шамдай дейді. Енді оны Жанар қалай түзетті? Жақсылардың үлгісі жанып тұрған шамдай, шешендердің сөздері ағып тұрған балдай.